1000 теңгеден болсын сол қорға, 100 теңгеден болсын әйтеуір жіберіп отырады ғой. Ең бастысы баспанаға ештеме жетпейді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, замандастар. Өздеріңізге мәлім Харекет қоры 2017 жылы ашылған болатын. Осы 3 жылдың ішінде, мінекей бүгін 301-ші баспананы мұқтаж жандарға табыстайын деп отырмыз, кілтін бұйыртса. Бүгін енді біз Сағадат деген апайымызға тосын сый ретінде, ол кісі білмейді, бүгін барып 301-ші баспананың кілтін сыйлайтын боламыз. Енді әрине Харекет қорының қыз-жігіттеріне, осы Харекет қорына жан-жақты үлес қосып жүрген барша азаматтарға өз алғысымды білдірем. Бұйыртса енді Сағадат апайымыздың қуанғанына бірге куә болайық. Бұйыртса театрға өзіңізді шақырайық деп, көрермен ретінде балаларды алып келіп, бір спектакль ойып, көңіл көтеріп. Тағы да бір енді осы Харекет қорының, осы жердегі бар қыздар, жігіттердің бір сүйіншісі бар еді өздеріңізге. Сүйіншісі мінекей Харекет қорының 301-ші баспанасына сіз ие болдыңыз мінекей. Құтты болсын. Мінекей өзіңіз алыңыз. 301-ші баспананың кілті. Сізге бір құтты мекен болсын, Бұрын студент болғанда 301-ші комнатада тұрған. Солай ма? Адамды қуантқаннан артық бақыт бар ма? Бұйыртса осы алдағы уақытта да Харекет қоры көптеген мұқтаж жандарға өз көмегін тигізе береді деп сенеміз. Лайым, еліміз тыныш, босағамыз берік, шаңырағымыз биік. Ертең елдің де тізгіні, жердің де тізгіні, мемлекеттің тізгіні сендердің қолдарыңда. Сол тізгін қолдарыңа тиген кезде қазір де қолдарыңда елді одан да жоғары әлемдік деңгейге көтеретін өздерің сендердің жолдарын ашып, еңбектерін